ұйықтап жатқан кезінде оянып кеттіңіз, болады ғой сондай сәттер, әйеліңіз қасында ұйықтап жатыр. Соған бір сәт ойланып қараңыздаршы. Басқа бір шариғаттық, басқа нормалармен ақ айтпай-ақ қояқшы. Просто әйеліңізге өзіңнің жақсы көріп, сүйіп қосылған әйелің, балаларыңның анасы, соған бір сәт бетіне бетіп қараңызшы. Махаббат көзімен. Шашы жайылып, аузы ашылып, әдемілеп ұйықтап жатыр да қасыңызда. Бүкіл өмірін 100% сізге жанына дейін аманаттап ұйықтап жатыр ғой сізге. Сеніп арқа сүйеп келді ғой. Енді осы жатқан әйеліңіз қасыңыздағы. Ол әкесін тастап келді. Ол ағасын тастап келді. Ол анасын тастап келді. Ол руын, өзінің отбасы, жақындарын тастап келді. Кім үшін? Сіз үшін. Сіздің қасыңызда жүріп бақытты болам деп келді ма? Онда ислам пайғамбарымыздың бұл сөзінде негізі бірақ сөзінде ар жағында қасыңа алған әйеліңді аманат деп қарап, яғни аманат деп қара дегені ертең Алла сұрақ алады. Сол үшін Айша анамыз жеткен көптеген хадистердің бірлерінде айтып жатыр, ол пайғамбарымыз қолмен бір затты да ұрмаған, қызметшісін де ұрмаған дегені ар жағында әйелге қол көтермеген деген тақырыптар жатыр мысалы.